Рахмет, көп рахмет, қымбатты көрермендер. Біздің мінекей студиямыздың төрінде балалар хорының орындауында және Аламан тобының жігіттерінің орындауындағы бейбітшілік құсы самғасын деген тамаша ән сіздерге таңертеңгілік көңіл күйлеріңізді бір көтеріп тастады деп ойлаймын. Осы әннің авторлары ақын композитор Гүлайым Жотаева ханым бізде қонақта, балалар композиторы Қанат Идрис бізде қонақта. Қайырлы таң. Қалай көңіл күйлеріңіз? Жақсы. Жаңа мына балалардың айтқан әнін көріп өзім балалық шағым көз алдыма елестеп кетті. Енді нағыз балалардың мектеп қабырғасында жүріп орындаған әндері енді тіпті ерекше ғой. Оның үстіне қазіргі уақытта балалар әндерінің бір азайып кеткен уақыты деп айтуға да болатын шығар. Осы пікірге қалай қарайсыздар? Неліктен азайып кетті, неге аз әндер, өлеңдер жазылады деген тақырып? Балалар шығармашылығы қазір енді балалар шығармашылығы тақырыбында осы жазылған әндер легі аз болып жатыр. Осы балалар шығармашылығын жазатын композиторлар аз ба, я болмаса жаңағындай ақындар аз ба деген сияқты сұрақтар туындап жатыр. Үнемі сұрақтар болып жатады. Енді ол әндер жазылып жатыр, бірақ дегенмен де жаңағы кең көлемде таралатын деңгейде жаңағындай аранжировка күш жазылбай болмаса жаңағындай танымал әншілердің орындауында осындай ағапалардың орындауында жарыққа шықпай жатқандықтан шығар деп ойлаймын. Сіздің пікіріңіз? Бір қарағанда бұлай әндер көп гүлнұр. Жазылып отырған сазгерлер де баршылық. Бірақ бір ғана нәрсе насихаттау, әсіресе балалары әндерін жазатын сазгерлерді ешкім танымайды. Балабақша ғана таниды. Мектеп таниды, мысалы Қанатты, мені бәрі таниды. Аз жалпы насихаттау аз болғандықтан балалар әндерін көп сазгерлер жаза бергісі келмейді. Мен өз басым 45 жыл болды балабақшада істеп келе жатқаннан кейін бірден өзімнің таңдаған жолым періштелердің әнін қолдайыншы деп осы жолды таңдап кеттім. Оған да бір себеп, мысалы балалардың әндерінің аз орындалуы. Қазіргі уақытта біздің балаларымыз сахнаға шығып, тез танымал болғысы келеді, танымал әншілермен бірге ұйымдастырып жататын концерттер көп қой қазір. Бір танымал әншімен бір баланы, болмаса бір балалардан құралған топпен ән айту бір үрдіске айналған уақыт. Бірақ сол танымал әншінің репертуарындағы әнді орындауға біз құмармыз. Ол махаббат тақырыбында бола ма, ол балалар тақырыбына мүлдем келмейді, бірақ сол әнмен балалар концертінде біз ән айтамыз. Неге? Енді оны жаңағы ұйымдастырушылар солай ұйымдастырды ғой. Сосын балалар жағынан да солай өздері қалап тұрады солай. Сол балалардың әнін біз көбісіне, енді мен сол жұмыста жүремін, балаларды көп қосамын. Біздің таңдаған әнімізге жаңа өзіңіз айтпақшы әншілер келісе қоймайды. Негізі оны ұйымдастырған кезде ерікті балаларға беру керек. Өйткені ол балаларды қолдау мақсатында шығып тұр ғой әншілер. Сондықтан менің өзімнің ойым бойынша балалардың әніне осы әншілер шамалы қарасы екен. Бір мезгіл бала болғаның қандай тамаша, жақсы ғой. Мен өз басым сөйдеп ойлаймын, ерікті көбісіне әншілер жағына береді. Балалар біз енді сол әншімен айтқанына қуанып, ата-ана да келсе, балаға тіпті қуаныш. Ол қандай өлең айтып тұр, Қайрат Нұртасты айтып тұр ма, жоқ Қанаттың әлде менің әнімді айтып тұр ма, ауырмайды жүріп айтып тұрған балалар да бар ғой. Сондықтан егер жаңағы не дейді ғой, ереже дейді ғой, ережені балалардың таңдаған әні айтылады десе, мүмкін әншілер де айтады шығар. Меніңше қызық сияқты балалардың әнін айтқан. Сіздің ойыңыз? Мен де солай ойлаймын, сол енді жұмыс барысында, осы шығармашылық жұмыс барысында талай енді іс-шараларда, талай концерттерде осы кездесіп жатамыз. Осы жаңа Гүлайым апайымыз айтып кеткендей, жаңа ерікті балаларға берсе, балалардың шығармашылығындағы әндерді әншілеріміз, аға-апаларымыз орындап жатса, балалармен нұр үстіне нұр болар еді деп. Мысалы, осындай балалармен болатын концерттерде өз басым жиі жүрем. Сондықтан да кейде бір қарның ашып, көңілің толмай, жүрегің ауырып қалатын сәттер болады. Мысалы, алдын ала концертті ұйымдастыратын ұйымдастырушылар бізге мысалы 2 ай бұрын, болмаса 3 ай бұрын осындай концерт болады, осындай балалармен бірге ән айтасыңдар, мүмкін ізденесіңдер ме, жаңа ән жазасыңдар ма, өлең жаздырасыңдар ма, бір дайындықпен келіңіздер деген талап көбінесе қойылмайды. Мен ойлаймын, сол жағынан біз өзіміздің репертуарымыздағы дайын әндерді, дайын аранжировкамен
баланың өзінің қалап тұрған ата-анасының тарапынан мына әнді орындасаңыз, бірақ енді қазіргі уақыттағы әншілердің репертуарында көбінесе махаббат тақырыбындағы әндер өте көп қой. Бірақ мен өзім дуэт айтқан балалар, менің репертуарымдағы патриоттық әндер өте көп болғандықтан маған онша бір қиындық тудыра қоймайды. Бірақ сахнада махаббат тақырыбында айтып тұрған тек кішкентай баланы көрген кезде кәдімгідей қарның ашады. Мен өзім де ұяламын. Жаңағы соны үйреткізген жетекшілер, шығарып тұрған кісілер ойлану керек қой. Олар мысалы дайындық, кәдімгі айтады ғой, генеральная репетиция деп жатамыз. Сондықтан сондай бір дайындықта оларға ескертіп, алдын ала ескерту керек. Бізге бұндай әндер жарамайды. Тек баланың, балалық шақтың үлгісі есебінде балалардың әндері ғана орындалсын десе, біз талапқа бағынамыз. Ерікті беріп қояды. Енді оның ар жағында да енді өздеріңіз түсінесіздер, бір шамалы сондай не бар ғой, енді қаражат деген жағдай бар. Ол ата-ана қаражатын төлеп тұрғаннан кейін ата-ананың да аз емес, шығатын қаражат ата-ана. Сол, сондықтан біз ата-ананы да тыңдап кетеміз. Ата-ана айтады, мен қаражатымды төлеп отырмын, менің балам ұнаған әнін айтсын, шапай дейді. Жарайды дейсіз, өйткені бізге солай тапсырма келіп тұр. Қандай ән айтса да бала шықсын. Мысалы, мектепте оқып жүрген кезде тек айтатынымыз бейбітшілік туралы, бейбітшілік құсы, жаңа достық жыры, Ибрагим Нүсіпбаевтың туған ел, туған жер, Қазақстан деп ән салатынбыз. Енді жаңа сіздердің бүгінгі біздің студиямызға алып келген әндеріңіз өте тамаша. Осындай әндерді жиірек насихаттай берсек, балалардың құлағына құя берсек, меніңше дамимыз, өсеміз, шығармашылық артады. Алдында да енді осы жаңа айтып кеткеніміздей, осы балалар шығармашылығына енді мен өзім осы салада 30 жылға тарта еңбектеніп осы ұстаздық еткен жалпақ үйретуден балаға деп қазіргі таңда нөмір 7-ші мектеп лицейде шебер ұстаз мұғаліммін. Сол енді 91 жылдан бері сол осы әндерім жарыққа шығып өмірге келіп осы қазіргі таңда 300-ге тарта осы әндерім бар. Оның ішінде балалар шығармашылығына арналған 150-дей болса 150-дей жаңа үлкен осы жерде аға апаларымыз орындап жүр. Естай Мұқашев, Анайым Рахымқызы, Шахарда Сейдахмет енді сондай танымал. Енді балалар шығармашылығына алдында Гүлайым апаймен қосылып осы бейбіт өмір болсын әлемде деген әніміз осы ұлттық арнада орындалған. Тұсаукесер қазір естіп арнасында көптеген арналарда беріліп жатыр, естіп қуанып жатамыз. Енді сол әндердің осы тілегіміз енді осы балаларымыз ел ертеңін жас ұрпақ осы барлық ұлттық құндылықтарымызды бойларына сіңіріп, сол әндеріміз, жырларымыз арқылы ертең өмірге қанат қағып, елдің бір өркендеуіне үлес қосатын нағыз ер азаматтар болып өсіп жатса, әндеріміз, жырларымыз арқылы деген сол мақсат. Бар тілегіміз, балаларымыз бақытты балалық шағы, осы балалар әндерімен сусында өссе деген тілегіміз бар. Енді бізді көріп отырған көрермендерге, ата-аналар қазір теледидардың алдында отыр, балалардың болашағы үлкен сахнада көргісі келетін ата-аналар отыр. Бір әдемі таңғы тілектеріңіз болса, махаббат. Бастысы елдің тыныштығы. Еліміз тыныш болса, ұрпақтарымыз саналы болса, дендері сау болса, ата-анаға да сол бақыт. Тек қана балалардың қызығын көре берсін, ата-аналар өнерлері өркендей берсін. Осындай балаларды насихаттап, балалардың жаңағы осындай сазгерлерді насихаттап, осындай бағдарламалар жүре берсе, әрине құба-құп болар еді, керемет болар еді деп ойлаймын. Ол кезде балдар да сүйсініп осындай әндерді айта берер. Тек жақсылық, елімізде тыныштық болсын. Қанат мырза? Менің тілегім енді барлық енді аталарымызға, осы қазақ елі, қазақ жұртына Алла жүректеріне иман нұрын ұялатқан батыр бабаларымыздың бойындағы барлық асыл қасиеттерді бойларына жиған, нағыз елім десе елең ететін ұлттық құндылықтарымызды бойларына сіңірген нағыз елдің азаматтары, еліне адал қызмет атқаратын ұлттық ұлыларымыздың ұлы жолын жалғастыратын, ұлықтайтын атақ өсекін. Айтқаныңыз келсін. Біздің де алға қойған мақсатымыз өздеріңіз сияқты халық арасында жүрген ақындарымыз бар, композиторларымыз бар. Аз ғана уақыт болса студиямызға қонақ қылып шақырып, осы кемшін түсіп жатқан жақтарымызды насихаттап, халыққа ұсынып, соны бір дәріптеу. Сіздерді көріп отырған қаншама ата-ана, балалар ән салғысы келетін, меніңше ол барлығына бір жақсы ой салып
алдыңыздар деп ойлаймын. Сондықтан да жаңа әндерімізбен, жаңа өлеңдерімізбен біздің қонақжай төрімізге жиі келіп тұрыңыздар. Ұлттық арна ұжымына Таңшолпан бағдарламасынан, осы Таңшолпан бағдарламасы арқылы танылып жатырмыз. Көп рахмет сіздерге де осы. Сіздерге де рахмет, аман болыңыздар. Сіздерге тек жетістік тілейміз. Сәтті өтсін. Қымбатты көрермендер, біздің студиямызда қонақта болған ақын Гүлайым Жотаева және балалар композиторы Қанат Едрісов. Біз әрі қарай бағдарламаны шағын жарнамамен жалғастырамыз. Рахмет.